Сәбит Мұханов. Әмеңгерлік азабы. Бірінші бөлім. Болған оқиға. Жер үй терезесінің қарын жамаған сынық төрт көзінен белгі берген таң, ала сәулеленіп, қап-қара тұнжыраған түнді жамылған дала бозамықтау, қаракөлеңке түрге айнала бастады. Соқпа пештің түбінде жамаулы жабағы бөстекті жамылып ырылдап ұйықтап жатқан Тілеген сол кезде оянды да. Қатын тұр, деді әйелі Сақыпты оятып. Қапшықтарыңды даярлап па едің? Азын-аулақ бидайды қалаға апарып өктіріп әкелейін. Атты суарып жегейін. Оған шейін керек жарақты даярлап қой. Сақып дударланған шашын жиып, көнетоз кимешегін басына ілді де, аяғына мәсісін киді. Ол тұра беріп еді, неге екенін білмеді, басы айналып, көзі қарауытып кетті. Орнынан шынтақтап тұра берген Сақып буындары дірілдеп құлап қала жаздады. Өй, мұның не? Деді Сақыптың бұл халін сезген Тілеген. Басым айналып, жүрегім өрекпіп барады, деді Сақып маңдайын сипап, терде шығып кетуін қарашы. Неге? Деп Тілеген Сақыптың маңдайын ұстап еді. Суық тер шып-ши қалған екен. Жарықтығым, мұның қалай? Деді Тілеген. Сапсау сияқты едің ғой, не пәле кеп қалды әп-сәтте? Сұрағаның ағасай, білмеймін не болғанымды. Жаңа оянғанда да сапсау сияқты едім. Жүрегім әкетіп барады. Тілеген сасайын деді. Неге екенін өзі де білмей, есік жаққа жүгіре басып барды да, қайта келіп Сақыптың басын ұстады. Қалайсың? Деді ол. Бойым кішкене жадырайын деді. Құсқым келіп еді, басылыңқырады. Жұмысыңнан қалма, атыңды суарып келіп көжеңді ысытып қояйын. Тілегеннің сасқан жүрегі орнына түсейін деді. Ол жылы жүн күпісін киді де, белін буып, басына тымағын киіп шықты. Атын суарды, өткен күнгі жүрістен денесіне қатқан терін, қырауын қырғышпен қырды. Кішкене суын басын деп аттың басына жарты дорба сұлы ілді де, шана сайманын жегерлік қып даярлап, қайтадан үйге кірді. Қатын, тәуірмісің? Деді ол. Тәуірекпін. Көже ысыды, қазір ішесің бе, атыңды жегіп алып ішесің бе? Әкел, қазір ішейін. Шеті кетілген сары аяққа буы бұрқыраған табан аяқ он көжені Сақып құйды да Тілегенге ұстатты. Алдына майлы орамал жайып, отқа көмген нанды әкеліп турады. Тілеген көжемен нанға тыңқия тойып алды. Қашан қайтасың? Деді Сақып. Әйелдің қанша жүресің? Деп жол жайын сұрауы ел әдетінше ерсі жұмыс, сол әдетпен Тілеген Сақыптың сөзін ұнатыңқырамады. Дегенмен тату өскен әйелінің көңілін жықпай. Жел болса күндіз өктірермін да, түнде қайтып, ертең ерте оралармын деді. Сен түнде жүруді қойсаң қайтеді? Деді Сақып. Маған кім тиеді? Деді Тілеген. Кім біледі, бөрі жоқ деме, бөрік астында деген қайда? Сенің түбіңе Салиха жетеді. Деп Сақып теріс айналып жылап жіберді. Сақып, сен ол сөзді енді қой. Деді Тілеген екіленіп. Бар мал дегенің тыртиған көк атпен екі бұзаулы сиыр. Жазғы үйіңнің түрі анау, тоқым қыларлық киізі жоқ. Қысқы үйің мынау. Көр. Үйіңде бүтін бір төсеніште жоқ. Ақ үймен, қора-қопсысымен, мал мүлкімен жалғыз және жесір отырған Салиханы алсам, қолың жылы суға малынбай ма? Сол мал сенікі болмай ма? Әмеңгерім деп таласып жүрген Сәденнің жарасы жеңіл. Аз малмен аузын жабам. Көпті алам десе заңға барады, онда ұтылады, мал иесі Салиха. Байғұс-ау, мен сені қызғанбаймын. Ретін тапты ал. Бірақ алды артыңды шамала деймін. Кеше Үрқия айтып келді, Сәден. Салиханы Тілеген аламын деуін қояр, оңайлықпен жесірімді бермеспін. Егер қоймаса, ол келімсекті үйретермін. Депті. Олар жауыз адамдар. Ана жылы жолаушы 6 орысты өлтіріп, олжа қылғанын естіп жүрсің. Өзі Сойдауыттай 5 ағайынды жігіт. Сен жалғызсың. Өзің бұл ауылға кірмесің. Малы құрсын. Баяғыдан бері жалғыз ат, жалғыз сиырдан басқа мал бітіп көрген жоқ қой. Сонда да аштан өлмей, көштен қалмай келеміз. Тілімді алсаң қой осыны. Тілеген бір бет, өз дегеннен қайтпайтын жігіт еді. Сондықтан Сақыптың сөзін құлаққа аспай, көжесін ішіп, мұртын сүртті де, киініп шығып атын жегіп үйіне келді.
Ал мен жүрдім деп ол есік жаққа бара берді де, бесікте ұйықтап жатқан Сұрағанын сүйгісі келіп кетті. Бесіктің үстінде жабулы тұрған шапанның өңірін көтеріп, барылдап ұйықтап жатқан Сұрағанды оятып алармын деді де, сүймей, мұрнының ұшын ғана тақап, жеңіл иіскеді. Жыбырлатқан мұрттан Сұрағаны оянып кетті. Тіреген бойын енді тежей алмай, Сұрағанды шопылдата сүйіп алды. Сол кезде неге екенін кім білсін, көңілі қимағандай болып, жайдан жай жылағысы келді. Екі шекесі торсықтай, апақ сазандай Сұраған ұйқысын ашып, таңғыштан шығып жатқан кішкене саусақтарымен Тілегеннің мұртын ұстап, жымиып күлді де, көзін уқалады. Тілеген тағы да сүйіп, алақанынан иіскеп, маңдайынан бір сипады да далаға шықты. Күн шықпаған мезгіл, үскірік суық. Ағаштың бұтақтарын жеңді білектей жуандатып иіп тұрған ақ қырау. Ауылдың алды оянып, пешке от жаға бастаған. Суыққа тоңған сияқтанып, қара бұйра түтіндер бұйыға ұшып жатыр. Көк ат ширығып тұр екен. Шанаға Тілегеннің аяғы тигенде желе жөнелді. Тілеген аппақ кебіндей далада жыландай иіріліп, сарғайып жатқан қысқы жіңішке жолға түсіп, ауылдан шыға берді де. Арт жағына бір қарап. Осы сақ неге сонша ренжіді? Деп ойын оның сөздеріне аударды. Күлген Сұраған елестеп кетті оның көзіне. Апырай, өз жүрегімде өрекпіді. Тек қайырлы сапар болғаяқта. Деп атты құнтпен бір шықпыртып, мойындағы бөкебайына тұмсығын тығып қалың ойға шомды.